Өрт сөндірушінің киімі қанша тұрады, білетін боламыз. Бұл өрт сөндірушінің күнделікті киімі. Бұл өрт сөндірушінің өрт кезінде киетін киімі. Онда бас киімнен бастайық, бас киім қанша тұрады? Бұл өрт сөндірушінің маскасы, арнайы өрт сөндірушілерге арналған тегін. Күртеше қанша тұрады? Бұл да арнайы өрт сөндірушіге арналған күртеше, бағасы тегін. Асты шалбары қанша тұрады? Бұл үстімен жүреді, Асты бірге ма? жүреді, бағасы тегін. Бұл да тегін. Тегін. Резинке етік. Бұл арнайы резинке етік, өрт сөндіруге арналған. Бағасы тегін. Тегін ба бұл да? Күшті. Қолғап. Өртенбейтін қолғап қоя. Арнайы краги, өрт сөндіруге арналған, бағасы тегін. Ремень, белбеу. Бұл да арнайы өрт сөндіруге арналған ремень, бағасы тегін. Қалтада не бар? Қалтада фонарик бар. Бұл қанша тұрады? Бұл бізге өртке кірген кезде өте маңызды қараңғы жерлерде жағамыз, бағасы тегін. Бұл да тегін. Не зат сатып алдыңыз өзіңіз? Ештеңе сатып алмадым. Бұл киімнің ішінен не киесіздер? Так, бұл боевканың ішінен күнделікті өрт сөндірушінің киімін киеміз. Жаңағы, бірінші. Жаңағы. Ол қанша тұрады? Тегін. Ол да тегін, асты-үстімен. Асты-үстімен. Киімнің салмағы қанша? Бұл киімнің салмағы өз салмағымды қоспағанда 25-30 келіге дейін барады. Өрт сөндіру кезінде, Дәл солай. Өрт сөндірушінің лугы дәл осындай бағаға шықты. Келесі кімнен сұраймыз? Комментарийға жазып кетіңіздер.